енді сеніммен қарап, шынайы кәдімгі керемет нәрсе менде болайын деп тұр деп ойласаңыз, дәл солай болады. Мысалы, жауһар тас дейді ғой, сол секілді адамның ішкі халінде керемет дүниелер бар. Оны Алла тағала сондай бізді жаратқан, яғни сүйіспеншілікпен, мейіріммен, махаббатпен. Сондықтан сіз күніне бірнеше рет сондай керемет өзіңіз туралы жақсы ойлайтын болсаңыз, жақсы ойды айтатын болсаңыз, сол нәтижеде мүмкіндікті жіберіп алмай жетістікке жете алатындай қабілет бар. Енді менің бір танысым сондай бір қаралып, көптеген жерлерге барып, ешқандай нәтиже көрмегеннен кейін менімен сұхбаттасқан еді, рухани сұхбатта. Мен үнемі айтамын, менімен бірге шығыңыз байланысқа деп. Сонда айтады ғой, аяқ астынан мен магнит адам болып, бүкіл арманымның, бүкіл тілегімнің, жазып жүрген барлық ешкімге көрсетпей құпия сырларымның бәрін сондай бір керемет жағымнан ашқан кезімде өзімді тіпті танымай қалдым деп ше. Сондықтан адам баласы өзінің керемет жағынан сондай бір өзгеріске ие болатынын сезетін болса, өмір өте тамаша, және сол сәттерді түсінген адам керемет жағдайға ие болады. Ол біздің санамыз, түп санамыз деп жатыр ғой. Ең қайырлысы сол зікірге отырып, ля иляха иллаллах деп айтып, немесе Аллахтың бір есімін айтып, ризық несібе керек болса, я разақ деп, я ғани деп, я мұғни деп, осы бір шынайы тілекпен тілейтін болсаңыз, аз уақыт өтер, көп уақыт өтер, бірақ ең сондай сеніммен бір-ақ сәтте жасаған нәрсе тілегі қабыл болған жаңағы адамның рахметін айтып, алғысын жазып жатыр. Сондықтан тілек тез қабыл болады, сондай бір ішкі халмен шынайы сұрасаңыз.